Ассалаумалейкум. Бүгін біздер мынандай таразы, яғни 500 граммға дейін және де 200 граммға дейін мынандай брелок сияқты, оның енді үлкендігін көлемін мына сіріңкені қойып, сонымен примерно что көрсін деп обзор жасап жатырмыз. Мына жерде брелок сияқты, яғни мына крышкасы қарасы жоғары қарай ашылады және де мына жерде батарейка салынады. Қазір осыларды қосып, өлшетіп сіздерге видео жібереміз. Осылай түседі. Мынада да ашылған кезде де осылай ашылып, бұл жерде екі не болады, батарейка мизинчиковый дейді. Бұл жерде 10-дық көрсетілім және де бұның 100-дік түрлері де болады. Мына жерде 100-дік көрсетілім, яғни 0,100-15 граммға дейін өлшеуі мүмкін. Мынау 0,10-5 граммға дейін ғана деген сияқты. Яғни 0,01 граммға дейін. Қазір мен сіздерге мынаны батарейкасын салып, сосын кейін таразыға мынандай шайбаны өлшеп көрейік, қалай болатын. Батарейкасы мынандай 20-32 деген номиналды батарейка. Көріп отырғандарыңыздай қостық және де шайбаны қазір өлшейміз. 10-дыққа салып көрейік. 28 грамм бүтін 10-2 грамм көрсетіп тұр, яғни 28-де 2 грамм. Мынаны салып көрейік. Бұнымызда 28 грамм 12-100-ден 12 грамм болып есептелінеді. Яғни бұлар ювелирный деп айтылады, көбінесе жаңағы бағалы тастар, металдар соларды өлшегенге қолданады.